Сәлеметсіңдер ме балалар? Здравствуйте, ребята. Бүгінгі тақырыбымыз тәуелдік жалғаулар, соның ішінде жекеше түрі. Сегодняшняя тема урока – притяжательное окончание, в том числе образование их единственного числа. Енді сіздермен тәуелдік жалғаулардың пайда болу ережесін қарастырайық. Давайте теперь рассмотрим с вами правила образования притяжательных окончаний. Первая форма, бірінші түрі, менің, мой, моя, мое. Оларға келесі жалғаулар жалғанады. К ним добавляются следующие окончания. М, м. Екінші түрі, вторая форма, сенің, твой, твоя, твое. Оларға келесі жалғаулар жалғанады. К ним добавляются следующие окончания. Ң, ң. Екінші түрі сыпайы, вторая вежливая форма. Сіздің, ваш, ваша, ваше. Оларға келесі жалғаулар жалғанады. К ним добавляются следующие окончания. Аңыз, әңіз, ңыз, ңіз. Үшінші түрі, третья форма. К ним добавляются оның, его, ее. Мысалы, например, менің қолыным, мой жеребенок. Сенің қолының, твой жеребенок. Сіздің қолыныңыз, ваш жеребенок. Оның қолыны, его или ее жеребенок. Екінші мысал, второй пример. Менің бұзауым, мой теленок. Сенің бұзауың, твой теленок. Сіздің бұзауыңыз, ваш теленок. Оның бұзауы, его, ее теленок. Үшінші мысал. Третий пример. Обратите внимание, назар аударыңыздар. Если в конце слова стоит звук «х», при добавлении окончания он меняется на букву «г». Если слово заканчивается на слово на букву «к», оно меняется на букву «г». Если слово заканчивается на букву «п», она меняется на звук «б». Например, мысалы, лақ. Слово лақ, козленок, заканчивается на букву «х». При добавлении окончания буква «қ» преобразуется на звук «г». Менің лағым, мой козленок. Сенің лағың, твой козленок. Сіздің лағыңыз, ваш козленок. Оның лағы, его или ее козленок. Назарларыңызға рахмет. Әрі қарай осындай пайдалы әрі қызықты видео көрем десеңіздер, менің ютубтағы Айнура Мергалиева парақшама тіркеліп, қоңырау белгісін басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Благодарю за внимание. Если желаете смотреть такие же интересные и полезные видеоролики, подпишитесь на мой YouTube канал Айнура Мергалиева, нажмите на колокольчик и ставьте лайки.